Сонда сіз дүкеніңізді ашып алдыңыз, саудаңызды жүргізіп, пайда тауып жатсыз. Сіз ойлап жатсыз, мен кәсіпкермін. Енді тақуалық деп айта алмаймын өзімді. Мен кәсіпкермін деп ойлап жатсың ғой, бірақ пайғамбар сізге білесіз бе не айтып жатыр? Сен саудаңды жасай бер. Сен ертең осындай кісілермен бірге боласың деп жатыр. Пайғамбармен бірге боласың. Сыдықтармен бірге боласың, шахидтармен бірге. Қияметте деңгейің бірдей болады деп жатыр. Солармен бірге боласың. Бірақ сенің бойыңда екі мынандай сипатта болу керек. Біріншісі шыншылдық, екіншісі сенім. Саған сенім қойып, інім мынау тұра тұрыңызшы дүкеніңде. Мен қазір шаруаларым мияқта бір балам қалып кетті, ана машинада қалып кетіп кеткен, жылап жатқан шығар. Тұра тұрсызшы деп саған сенім артып тастап кетсе, келсе ана жоқ көземеу керек та. Білмеймін, көрген жоқпын сен. Тұрса тұрғанша білмеймін. Олай болмайды балалар. Сол аминдер асасым қос әдейі айтты. Біз сенімді болуымыз керек. Жарайды, ол тастап кетті, ұмытып кетсе ше.